Баршаңызға қайырлы күн. Мен бұл жерде миксердің көмегінсіз бір жасағаннан шығатын, табаға мүлдем жабысып қалмайтын, шеті сынып қалың болып кетпейтін өте оңай блинчиктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін сіз маған тіркеліп жүрекшені басып кетіңіз. Ал ендеше кеттік. Ыдысқа су, сүт, тұз, құмшекер, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін ұн салып түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Оның үстіне 4 ас қасық сұйық май және жарты шай қасық разрыхлитель салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің блинчигіміз дайын болды. Табамызды қыздырып, кішкене май сүйіп, ожаумен бір ожау құйып пісіреміз. Шет-шеті сәл сарғайса, келесі бетіне аударып пісіресіз. Видеода көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ, мүлдем жабысып піспейді. Рецепт пайдалы болса, лайк басып тіркеліп алыңыз.